Сіз бір рет отырыңыз және жаныңыздың не қалайтынын тыңдаңыз. Сондықтан біз әдеттен тыс бір жерде асығыс жанды тыңдамаймыз. Бір күн кішкентай өмір және сіз оны қазір өлетіндей, және сізге кенеттен басқа күн берілгендей өмір сүруіңіз керек. Өткенге қарасаң, қате адамдарға қанша артық сөздер айтылғанын түсінесің. Сезімдеріңмен күресу ең қиын нәрсе. Адам жақсы және әдемі, оны талқандап, алдап, таптағанша. Киімі жоқ, талай адамдарды кездестірдім. Ішінде адамы жоқ, талай киімді көрдім. Көп деген өмірлік қателіктердің себебі біз қай жерде ойлануымыз керек екенін сезінеміз, және қай жерде сезінуіміз керек деп ойлаймыз. Кім бәрін түсінсе, бәрін кешіреді. Әзілдерді жиі тыңдаңыз, онда қаншама шындық бар. Алғашында күннің қалай тез өтіп кеткеніне таң қаласың, кейін оның бір күн емес, өмір болғанын түсінесің. Адам үшін ең күшті қорқыныштардың бірі ұзақ уақыт бойы қателескенін түсіну. Не істеріңізді білмесеңіз, алға қадам жасаңыз. Әрекетсіздік қорқыныш тудырады, әрекет сенімділік тудырады. Сенім артқан адамыңа қылыш берсең, ол сол қылышпен сені қорғайды, жоя да алады. Сабырлы адамның ашуынан қорық, ол ашудың себебін де, адамды да ұмытқанда кек алады. Біреудің шетінде емес, өз өміріңіздің ортасында өмір сүріңіз.